Ассалаумағалейкумдер, қайырлы күн достар. Бүгін бізде ЗАЗ Шанс деген автокөлік. Бұл автокөлікте Экотек қозғалтқышпен жабдықталған 16 клапанды. Бұл көлікте қазір клиенттің айтуы бойынша чек энжин жанып сөніп тұрады. Екінші, үшінші скорыста. Содан кейін автомат берілісі үшінші, төртінші үлкен скороске салынбайды дейді. Соны бізге диагностика алып келген. Бұл көлікті қазір біз қарайтын боламыз. Автокөлікте 1.6 Экотек қозғалтқышпен жабдықталған 16 клапанды. Бұл қозғалтқыш кең танымал. Chevrolet, Cruze, Cobalt, Opel'дерде кеңінен жабдықталады осы қозғалтқыш. Қазір біз сервиске кіргізіп қарап көретін боламыз. Неден екен, қалай екен үшін автомат 3-ші, 4-ші скороске салынбайтын, соны қарап бірге тексеретін боламыз. Көлікте былай ішіне бір шолу өткенде былай тазалау көрініп тұр. Әйел адам айдайтын тек рульмен. Бұл таксиге қолданылмаған көлік, себебі андай ручкілері барлық тетіктері ешқандай қолданылмаған. Артқы есіктері ауыр ашып, ауыр жабылып тұр. Таксиде болған көліктердің есіктері, артқы есіктері кене сәл өзгешелеу болады. Оны мен шатыстыра алмаймын, өкінішке орай. Себебі өзім таксовать еттім, білем. Көлікті қазір гаражға салып тексеретін боламыз. Ал ендеше аусайық. Достар, сонымен біз катушка зажиганияны ашып, дәл өстіпіне тексереміз. Себебі мына Opel'дерде, мына Chevrolet'терде, осы міне ЗАЗ Шанстарда осындай катушка болып келеді, бір-бірден емес. Бұның қарауын бірнеше әдіс бар. Бұны тексеру үшін жасап тұрма, жасамай тұрма. Өстіп шығарып алып, әр катушкаға свечной провод саламыз. Содан кейін мотор тестермен уже тексеретін боламыз. Себебі катушка тексеретін андай құрал бұл жерде көмектесе ала алмайды. Бұл әр өзінің бір катушка болғасын тексеру өте қиындау болады. Бұл бірақ бізге ол проблема емес. Біздер қазір соны тексеретін боламыз. Мен ең алдымен бір көлікті қыздырып, осы 4 датчик катушка зажиганияны тексеретін боламын мотор тестермен. Диагностикамен болмаса басқа анандай линейка болады, экспресс деген экспресс диагностика линейкамен салып тексереді. Ол жерде өкінішке орай бұл көмектесе ала алмайды. Сондықтан дәл осындай міне SXM деген датчик бар. Катушкалерді өстіп тексерем, әр қайсысын қай жерде дұрыс жасамай тұрғанын біліп, сот цилиндрді ары қарай қазатын боламыз. Ендеше мен көлікті қыздырам. Мінекей көлікті. Достар, көлікті қыздырдым. Енді дәл осылай тексеремін міне. Мынау бірінші катушка. Бұл екіншісі. Бұл үшіншісі. Енді показания дұрыс көрсетпейді, себебі бұл айтқанда XM ғой. Бұл төртіншісі. Бізде бірінші цилиндрде кішкене проблемалар бар. Отклонение бар бірінші цилиндрде. Дұрыс жағалмай тұр. Дұрыс жағалмағасы кішкене қиындау болады. Бізде қазір бірінші цилиндрде проблема бар. Сол проблеманы свечеден ба, болмаса цилиндрдің ішінен ба, қандай жерде проблема бар екенін қарайтын боламыз. Ендеше бірінші цилиндрді ашып қарауым керек. Жаңа біз KSS-ті салдық. KSS диагностикада бірінші цилиндрді көрсетіп тұр. KSS скрипт деген бар, өзінің арнайы. Коленвал датчиктен сигнал алатын. Соны тексергеннің өзінде де проблема бірінші цилиндрде ақау бар деп тұр. Неден екен бірінші соны анықтау керек біздерге. Осылай диагностика жасамасаң білу қиында негізінде. Бұл көлік, оның алдында көліктің иесі катушкында ауыстырған, газдың компьютерінде ауыстырған, редукторды да ауыстырған, волюметрді да ауыстырған, мына датчик абсолютно давление деген датчикті ауыстырған. Оған қарасаң, мына катушкында ауыстырған бұл автокөлікті.
өстіп міне көп проблем. Білмесең өстіп ауыстыра бересің. Әркімнің айтқанын мынаны ауыстыр, ананы ауыстыр деп ақшаңды сауып жүре бересің. Бізде қандай свеч тұр? Бриск екен. Шынымды айтсам, осы Бриск деген свечін мен жақтыртпаймын. Нағыз маркетингке шығарылған. Бұл жерде ешқандай пайда бермейді. Газ, бензин деп істейтін свеч деп сататын адамдар сатады, бірақ мен шынымды айтсам, ондай свечті қаламаймын. Бұл свеч жақпайды. Себебі менде лабораториямда тестер бар ғой. Осы свечені 9 атмосфераға дейін өріп, ішінде бір аппаратым бар. Келесі видеоларда қол босап жатса көрсетерім. 9 свечін салам, ішіне качелин насоспен 9 атмосфера. Сосын тоқ беріп жағып көрем. Сол кезде 4000-5000 обороттарда бұл жаңағы Бриск свеч жақпайды еш уақытта. Білмеймін неге екенін, бірақ халық соны салады. Енді мен ешқандай жамандап жатқаным емес, антиреклама да емес, мен өз білгенімді айтып отырмын сіздерге. Так, бұны өстіп салдық. Я, бисмилла, рахмани рахим дейді ғой. Компрессиясы жақсы сияқты. 3 цилиндрмен де әдемі жасап тұр. Кәнеке, тесттен өткізейік. 3500 обортқа дейін берейік. Енді холостой. Енді қатты газы береміз. Болды. 3500 обортқа дейін бердік. Тексердік. Бұл жерде VTI датчик бар. Мінекей достар, менің айтқанымдай болды. Бұл жерде 3000 оборотқа дейін ішкі клапандар, мұздай ауа келетін, мұздай ауа соратын клапандарды регулировка жасау керек, притирка жасау керек немесе. Мұздай ауа соратын клапанды притирка жасау керек, себебі бұл жерде дұрыс жабылмай тұр. 1000-3000 оборотқа дейін көлік оборот ала алмайды. Оборот ала алмағасын пропуск воспламенения, жаңа диагностикада пропуск воспламенения, пропуск зажигания беріп тұр. Бірінші мен екінші цилиндр клиент жаңа катушка ауыстырған, ол да көмектеспеген. Көлікте біріншіден клапандарды притирка жасау керек. Шама келгенше моториске барып қарау керек біріншіден. Мен қасымдағы мотористер қолдар босамай отыр, болмаса ашып, клиент егер келісімін берген кезде, егер жасалатын болса, өшірін ашып сіздерге толықтау көрсеткім келіп еді. Бірақ менде қазір моторист бос емес. Сондықтан клапанды притирка жасау керек. Мен ешқандай ойымнан құрастырып тұрған жоқпын. Ол үшін қазір клапанды поршневой группаның ішіне камерамды салып сіздерге көрсететін боламын. Не болып тұрған, қалай болып тұрған. Себебі ауызбен айтқан бөлек, көрсеткен бөлек дейді ғой. Сіздерге мен көрсеткенім абзал сияқты. Бұл арнайы камера, бетіп ауысып, басы бұралып тексере берем. Бұл камера көп жазады, қандай камера қолданасың деп. Менде G-Prop NT деген камера бұл. Кәне, салайық. Мінекей достар, бұл көлікте кішкене май жеуі бар екен. Хондарында жалпы цилиндрдің стенкілері ұзын созылған. Бұл автокөлікте катализатор алынған екен. Майда шүйде катализаторның боқтары жатыр, стружкілері жатыр. Мінекей көрдіңіз ба? Осы көрініп тұр ма? Осы жерде бір-екі мусорлар бар. Оны енді көліктің иесі головканы ашу керек болады. Себебі клапандардың жағдайын көрдіңіз ғой, қандай болып жатқанын.
клапанның жағдайлары өте нашар, нагардан толған. Бұны притирка жасау керек. Клапан не дұрыс жабылмай тұр міне. Осы дұрыс жабылмағасын, осының ішінден ауа кетеді, компрессия болмайды. Компрессия болмағасын мына сыртқа валюметрге қарай ұрады. Бұны валюметрін ауыстырғанның себебі бұл клапан дұрыс жасамағасын енді компрессия болмайды ғой, қайтсең де. Компрессия болмасын, ыссы жанған ауа бері қарай үргесін. Мына датчик абсолютный давление ғой, соның қатесі шығып кеткен ғой, сосын соны ауыстырған. Диагностика дұрыс диагноз қоймағасын. Көлікте оны ауыстыру керек, 100% бұны тазалау керек, головка ашу керек бұл көлікте, притирка жасау керек. Қоқыстар көп, қоқыстар өте көп. Жетеді қоқыс. Хондарда кеткен екен уже. Ұзын задирлері бар, мелкий, уақ, ұсақ задирлері бар. Бірақ мусор көп ішінде. Есіне айдап, енді головканы ашып тазарту керек бұл жерді, бұл жігіттің, бұл көлікті. Осылай міне.